Достар, бүгін Low KZ миттің ұйымдастыруымен Қонаев қаласындағы керемет атмосфераны бірге сезінейік. Қандай көліктер бар екенін сіздерге айта кетеміз. Енді иелері жоқ, таң қалдыратын нелері бар деген сияқты. Мына жерде пятерка, сол сияқты шестерка, сол сияқты 01 көліктерін қызықтап кетейік. 1974 жылғы Жигули 50 жыл болды бүгін бұның жалпы айдап жүргеніне. Екінші иесі, қарап тұрсаңыздар, түсінің өзі адамның назарын алады. Және де қарап айдаған көлік, бір жері шіріп, үріп, дырылдап, тарылдап тұрған ештеңкесі жоқ. Дөңгелектеріне дейін, қалпақтарына дейін заводскойын қойып қойған, мына жерлерін бояп қойған. Мынаны айтсаңыздар, көк көліктерде ерекше табыла бермейтін кубиктен деңге, короче. В общем, достар, қараңыздар, бұның ерекшелігі төбесіне как раз Қапшағайдың шомылатын несіне арнайы дайындалып келген. Салонына келетін болсақ, салонында панелі жарылмаған, білмеймін енді ауыстырған ба, қарап істеп қойған ба, но бір ерекше не береді. Иісінің өзі басқаша, иесі айтады, мен екінші хозяинмын, өзім жақсы көрем дейді. Сол себептен де қарап айдайын дейді. Қараңыздар, ручкілерінің бәрі родной, бұрынғы заводской, мынаусын енді тігіп қаптап жаңартқан, чехолына сай қылып, рулінің өзі осылайынан тұр. Нардағы КПП рычагының өзі гүлді әдемі болып тұр. Потолоктарының барлығы заводской, козерогына дейін заводской қылып істеп қойыпты. Таң қалдыратын және де ерекше нәрсесін арада ауа жалпы қатты гуілдеп кетпес үшін осындай қойып қойған. Анау айтатындай, толтырып қоятындай ештеңе жоқ. Просто өзінің стилінде жаңартып қойған. Ерекшелігі 50 жыл өмір сүрген. Решеткаларының барлығы родной. Одан кейін алдында тұрғаны бампері родной, түсі адамды тартады. 50 жыл болған көліктер қазір бар ма, жоқ па, бұндай состояниеде өте табылуы қиынырақ. Керек десеңіздер, әлі дворнигіне дейін баяғы өзінің күті.